Ассалаумағалейкум, көпшілік қауым. Былтыр дәл осындай уақытта видео салғанмын. Осы саябақты қоршап жатқан, шарбағын жаңағыдай қоршап, сеткісін тартып жатқан кездерді видеоға түсіргенбіз. Енді биыл жеміс талдарын отырғыздық, және мына шырша талын отырғызып жатырмыз. Знавой. В общем, саябағымыздың жұмысы жалғасып жатыр. Басында бастағанда қорқыныш болды. Бірақ көпшіліктің қолдауының арқасында осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Барлығы жасап жатқан ісіміздің барлығы ауыл үшін және өз болашағымыз үшін. Өзіміз ертең қартайып қария болғанда осы саябақтың ішінде отырып демаламыз, таза ауада энергия аламыз. Салауатты өмір салтын ұстанамыз. Салауатты өмір салтын ұстану адамның өмір сүру сапасының, денсаулығының жақсаруы. Қазір енді көздеріңізге көрінбеуі мүмкін, бірақ Құдай қаласа 5-6 жылда мына жердің талы көркейіп, орманға айналады. Осы видеолардың бәрі сол кезге бір естелік, тарих. Жақсы, аман болыңыздар. Құдығымыз бар, құдықпен кезек-кезек суарамыз. 2 адамды осы жерге қойғанбыз, арнайы осының ішіндегі тазалық жұмыстарына және талдарды суаруға. Артымыздағы футбол площадканы оны да өз күшімізбен істеп жатырмыз. Оны да өз күшімізбен істеп жатырмыз. Өз күшімізбен істеп жатқан тірлігіміз біздің өте көп. Осылар соның бірі.